Dostlar, қалдарыңыз қалай? Менде бәрі жақсы. Бүгінгі видео атауынан көріп тұрғандарыңыздай қаз жұмыртқаларын жаратын боламыз. Қазір далаға мусорға барып жарамыз. Міне үшін қаз жұмыртқа инкубатор андай 3-4 күн бұрында бізде свет өшіп қалды. Bir 4-5 сағаттай судан бізде көптеген қаз жұмыртқалардың ішінде балапандар тоңып өліп қалды. Соның кесірінен жаратын боламыз. Шығады деген болатынмын. Бірақ енді кішкене бір 10 шақты қаздың несі тірі екен. Бірақ 30-дан ассам несі уже кетті. Қазір көрейік біреуін жарып. Міне 30-ы салынған 03-і. Қазір тұрыңыздар. Қараңыздар. Достар, көрдіңіздер ме, аплод жоқ екен бұда. Өкінішке орай енді лақтыруға тура келіп жатыр. Қараңыздар, көптеген шығын бұл негізі. 16-сы жарылмай қалды. Енді толып тұр. Кәбір 24-ті. Әне жарылды, көрдіңіздер. Өшім осы бәрін лақтыратын боламыз. Жарылады. Бәрі ішінде өліп қалған, қорқпаңыздар. Тірі балапан емес болар уже. Светтің несінен енді өліп қалды, өкінішке орай. Ішіндегі дамыған, бірақ өліп қалған, өкінішке орай. Қазір жарып жатырмын. Енді мен тағы да салам, бірақ ол уже екінші инкубаторыма салатын болам, себебі ол жақсы шығарады. Бір 25 шақты жұмыртқа сайын деп жатырмын соған. Міне достар, осы енді пайданың артында шығын да болады. Оған қайғырмаймыз енді. Бірақ аплоты дерс болып тұрды ғой, бәрінде аплот болды, көбісінде. Бірақ свет өшіп қалып еді сол. Ол свет өшіп қалған күнде, бір күнде уже талай пайдадан айырылып отырып. Сіздерде сондай оқиға болды ма? Енді тағы да көреміз. Свет өшпейді деген ойдамыз енді. Бір 4 сағаттай ма өшіп қалды, содан жұмыртқа ішіндегі балапандар не өліп қалған ғой. Сол өліп қалған, қатып тоңып. Енді сол 10 шақтысы қалды үйде. Сол достар. Егер де видео ұнаса, лайк басып, тіркеп қойсаңыздар, сіздермен болғанмен